Қыздар, сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге косметичканың тігілу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге мынандай негізгі түс бізде менде велюр, лазерный велюр, негізі матовый велюр болса да болады. Бархат, вельвет қолданып жатады. Любой мата, жақсы качественный мата бетіне. Және ішкі мата менде хлопок, хб матасы, бұл менде астар матасы. Және менде мынандай жұқа синтепон қажет болады, қыздар. Мынандай жұқа синтепон қажет болады. Бұның енді размері қандай десеңіздер, размері үсті де асты да, мына екеуінің размері 40 сантиметр ені, биіктігі 30 сантиметр. Мен осы лекаланы сіздерге беретін боламын. Көрсеңіздер, мына жерде міне әрбір өлшемі берілген. Бұны распечатать етіп алсаңыздар да болады, немесе осылай принтер жоқ десеңіздер, осылай қарап отырып өздеріңіз сызып алсаңыздар да болады. Енді ең бірінші не істейміз, қыздар? Ең бірінші біз мына өзіміздің негізгі түс матамызды аламыз. Енді біз осыған сызықтар жүргізетін боламыз. Сіздер өшетін анандай қаламсап ручка қолдансаңыздар да болады. Менде мынандай обычный мел сабын. Енді мен осылай мына бұрышына дейін осылай бір сызық жүргізіп аласыздар да. Енді осыдан ориентировочно менде линейкам 2,5 сантиметрлік линейка. Сізде мысалы 3 сантиметрлік линейка болуы мүмкін. Мен осындай жолақтар сызамыз. Міне бір жағын сызып алдым, енді келесі жағын сызамын. Осы линейканың бойымен туралап отырып сызамыз. Енді келесі жақ, қыздар, келесі жағында тоже мына бұрыштан мына бұрышқа дейін ең центрінен отметка жасап аламыз. Осыдан ориентир ұстап, енді тағы да екі жаққа қарай кетеміз. Міне, қыздар, көріп отырсыздар, полны мен сызып алдым, екі жаққа қаратып та сызып алдым. Енді келесі жұмыс бізде бұл міне синтепонымыз, міне біздің беткі матамыз. Енді осыны аккуратно ортасынан бастап синтепон міне кішкене болса да артық шығып тұру керек. 1-2 сантиметрге артық шығып тұру керек. Өйткені біз қазір сырып тіккен кезде синтепон отырады. Көп емес, бір 5 жерден осылай белгілеп алсақ болады. Міне, қыздар, белгілеп алдық. Енді осыны машинкаға апарып, қазір сырып тігетін боламыз. Міне, қыздар, қазір сырып тігетін боламыз. Сырып тігер алдында тоже міне ортасынан бастаймыз. Жаңа өзіміз сызып бастаған жерден бастаймыз. Мен жіптің түсін ауыстырайын. Жіптің түсін серыға ауыстырайын. Міне, қыздар, жіпті ауыстырдым серы түске. Енді міне мына ең центральный ортадағы ең бірінші сызған тігісімнен бастап сырамын. Сырған кезде бір направлениеде сызамыз. Міне осылай
былай мына жақтан астыға барып одан астыдан үстіге сыру жоқ. Осы направленияда түзумен сыратын боламыз. Қайтадан басынан бастаймыз. Енді қыздар келесі жағын. Міне бір жақ линиясын бітірдім, енді келесі. Бас жағына закрепка беріп отырсам да болады. Міне қыздар, бір направленияны тігіп болдық. Енді келесі направление тоже мынау бұрышынан ұшынан бастаймыз да. Міне қыздар, осындай әдемі бізде сыр тігілді. Міне астының бәрі ровно тігілді. Қазір енді осыған біз лекаланы қойып кесіп шығатын боламыз. Міне қыздар, біздің жаңағы сырып тіккен бөлшегіміз дайын. Сыртқы беті. Енді осыны артық жерін кесіп тастаймыз. Міне қыздар, бөлік дайын болды. Енді осыған лекаламызды қоямыз. Енді осыны мен ручкамен сызып алайын. Осы бөлшектерін ғана ғой түсіреміз. Мына жақта да бөлшегіміз дайын болды. Енді бастарға да сразу лекалымен қиып алайық. Сосын машинканың жанына барамыз да тігіп тастаймыз. Міне қыздар, біздің екі матамызда астар мөлшекпен мына екеуі де дайын болды. Қазір енді замок тігуге баратын боламыз. Замогымыз да дайын. Енді машинкаға отырамыз. Қыздар, келесі амал. Енді міне біздің дайын болған бетіне мына замокты салатын боламыз. Ол үшін мына замокты біз бетін, матаның беті мен замоктың бетін бір-біріне қаратып, мына жерден түймеде темірден кейін 1 сантиметр жоғары алсаңыздар болады. Міне осылай лапканың бойымен тігіп шығамыз. Жағын тіктік. Енді келесі жағын тігеміз. Келесі жағында міне мынамен өлшеп алсақ та болады. Міне мына темір мен мына темірді бір-біріне қойып, бір-біріне мына жерден тігіс басталған жерден мына жаққа да белгілеп аламыз. Сосын екінші жағына тіккен кезде шатаспайтын боламыз. Келесі жағын тіккенде мына жаңағы алған біздің
сызығымыз мына дәл шетіне түсу керек. Шетіне түсу керек. Бұл жерде де лапкан бойымен тігіп шығамыз. Міне бізде дайын болды. Енді келесі жұмыс осының үстіне астарды қоямыз. Астар матамызды қоямыз. Міне бетіне астарды қаратамыз. Астардың бет жағын қаратамыз. Енді сізде мүмкін гүлді болуы мүмкін астарыңыз. Енді осыны мына замоктың үстінен бұдан да лапкан бойымен тігіп шығамыз. Қыздар, мына видеода мен отверстие қалдыруға ұмытып кетіппін. Сол үшін сіздерге алдын ала айтып қояйын. 10 сантиметрлік аудару үшін отверстие қалдырып қою керек болады осы замоктың жанынан. Келесі жағында солай тігеміз. Енді қыздар, келесі мынаны аударамыз. Замоктың артық жерлерін кесіп тастайтын боламыз. Міне аударып. Міне қыздар, осылай, мен мына бір жағын кесіп тастадым. Міне осылай шықты бізде беті, осылай шықты. Енді мына жағын бірінші немен ұстатып алайық, машинкамен замокты ұстатып алайық, сосын кесіп тастаймыз. Ұстатып алдық, енді мына артық жерін кесіп тастайық. Енді келесі жұмыс бізде мынаны аударамыз. Міне қыздар, аударамыз. Аударғанда міне астары бір бөлек, мына жақта тұрады міне. Және міне мынау сыртқы беті бөлек. Енді біз бірінші мына екеуін қосамыз. Міне мына екеуін бет-бет бір-біріне қаратамыз. Содан мынаған ұстатып алсақ та болады. Инемен осылай қосамыз. Және осының қасына мына астарды міне осылай ұстатып алып кетеміз. Осылай қазір неше слой? 4 слойды осылай қосу керек боламыз. Міне қыздар, мына 4-еуін аккуратно осылай ұстатып алайық. Лапкан астына да қойайық. Где-то 7 сантиметр, 5 сантиметрге ұстатып алдық. Енді келесі мыналарды біріктіреміз қазір. Осылай ұстаттым, міне бір жағын. Енді келесі жұмыс бізде тура солай екінші жағында ұстатамыз. Мына жақта да былай реттеп аламыз. Мынау және астар мата. Міне осылай 4 слойды
біріктіріп аламыз. Сосын келесі жағын тоже солай тартамыз. Осылай міне түйме замогын бетіне қаратып, мына 4 слойды міне осылай жинап отырып, астардың матанын да қосып отырып, осылай бұл жақтан да тура солай 4 слойды тігіп алып кетеміз. Міне қыздар, осылай тігілді. Енді келесі жұмыс бізде міне, енді бізде мына жақтарында көріңіздер тесіктер бар, міне 4 жағында 4 тесігі бар. Енді біз осы тесіктерді біріктіретін боламыз. Ол үшін не істейміз? Ең бірінші міне мынаны былай ұстатып алайыншы. Сосын мына жағын мына жағына осыдан тігіс жібереміз. Бес 7 миллиметр етіп тігіс жібереміз. Бірінші жағын тіктік. Бұл жерде енді келесі жағы бар, міне осы жақ келесі жағы міне тоже осылай бүктейміз. Сосын мына астарды да осылай ұштарын келтіреміз де міне осылай тігеміз. Жағында тігіп алдық. Негізі кішірек қысқартсақ та болады. Кішкене қатпарлар азаю үшін. Енді келесі жақ міне. Келесі жақ міне тоже. Бірінші астар. Қолға ыңғайсыздау болады. Міне мынаны бүйтіп бұрыштарын шығарып отырып, мынаның да осылай тігеміз.
келесі тағы бір бұрышы қалды. Ол мына жақта. Былай, былай, былай. Қыздар, мен жаңа сіздерге бір нені айтпақпын. Бұл жерден замок жақтан кішкене сөгетін боламыз. Өйткені мен кішкентай бір 10 сантиметрлік отверстие қалдыруды ұмытып кетіппін. Сол үшін осы жерден замоктың жанынан сөгетін боламын. Ал енді сіздер сразу замок тіккен кезде бір кішкене ашық жер қалдырып кетесіздер аудару үшін. Енді қыздар, мына жаңағы ашқан отверстиемізден ақырындап аккуратно мына ішіндегіні аударатын боламыз. Ақырын жыртып алмай аударамыз. Енді мынаның ұштарын шығарамыз. Қыздар, ұштарын шығарамыз. Міне сонымен біздің сумочкамыз дайын болды. Мінеге осылай әдемі болып шықты. Ұлпиып. Енді бұл жерде тек қана мына жерін қазір потайной шов дейміз. Қол тігіспен аккуратно тігіп, әдемілеп аяқтаймыз сонымен, қыздар.